Бүгін біз Шығыс Қазақстандамыз. Қай жаққа бара жатырмыз? Өте бір қызықты жерге бара жатырмыз. Видео күтіңіздер бізден. Біз Шығыс Қазақстанның облысы Село қаласынан жолға шықтық. Айдос Катон-Карагайға жетті дер. Біз бүгін міне жеттік. Баратын жеріміз осы еді. Жетіп қалдық, кішкене қылып бұйырса. Катон-Карагай деген жанына өтіп фотоға түсіп алдық. Бұл жер өте керемет, бірақ осындай қоқыс тастап кететін адамдарды мүлде түсінбеймін. Мұның не деген сұмдық, мынандай әдемі табиғатқа қалай қоқыс тастауға дәтті барады адам. Қараңыздар, қандай керемет жерде қоқыстар толып жатыр. Ары қарай жолға шықтық. Жол осындай тамаша, керемет. Күн ашық, жаңбыр жоқ, қатты ыстық емес. Табиғат аясында біраз отырайық деп шештік. Жай ғана өзеннің ағысын тыңдап осылай отырдық. Осы жерде керемет. Негізі Село Берел пен Катон-Карагайдың арасы 280 километр. Бірақ сіз таулы аймақта көп жүріп көрмеген болсаңыз, ақырын жүресіз. Сол себепті ертерек шыққан жөн. Жолдың бойы осылай иілген қайың ағаштар керемет. Біз діттеген жерімізге жеттік. Берелге келдік. Берелден ары қарай Берел қорған дейтін жерге барамыз. Жол міне осындай тас төселген. Өстіп ақырын жүріп отырдық. Жан жағымыз енді керемет сұлу. Ағып жатқан таудан өзендер. Тауларға қызығып, керемет. Қараңыздар. Бір уақытта кенеттен осы кішкентай ғана бұлттан жаңбыр құя кетті бұршақпен. Біз міне қорғанға келдік. 100-ден астам осындай қорғандар табылған. Сондай қорғандардың бірі сақтардың патшасы 13 жыл қызмет жерленген. Осы 13-ші қорған болғандықтан осы қорғанды келушілердің назарына реконструкциямен ашып қойылған. Бұл 11-ші қорғандар Қарағай ағашынан жасалған қиматтағанның ішінде бір ер адам мен бір әйел адам, яғни сақтардың патшасы, жанында анасы немесе апайымен бірге жерленген. Аттар мен адамдар жатқан жерге жиналып, төменгі температурада сол мұздың судың бәрі жиналып, мұздық құраған, яғни мұз болып қатып қалған. Сол мұздықтың астында жатқандықтан ішкі құрылысы барлығы жақсы сақталған шоқылардың. Бірақ өкінішке орай тонаушылардың әрекетіне ұшырағандықтан ер адам мен әйел адам сүйектері су шайып өте нашар күйінде сақталып қалған. Домалақ сол тонаушылардың кірген ізі ретінде қалдырылған. Қорғанның тура осындай төбеңгі жоғары жағын бұзып кірген. Бұл жерде орналасқан ішіндегі саркофаг сыртындағы қиматтаған оригинал емес, яғни өлшемдері қайталайтын көшірмесі оригинал түрінде тап бетін жарып тұрған қайың қабықтарымен екі жылдың ортасын бөліп тұрған қайың қабықтардан нұсқа оригинал заттар болып табылады. Мынау Берел қорғаны 2,5 мың жыл болған ойлаймын тарих. Біраз алтын заттар ұрланып кетіпті кезінде. 13 жылқысымен бірге жерлеп қойған ғой. Біз Берел қорғанының музейіне келдік. Мына жерде музей, қазір музейдің ішін аралап көреміз. Музейдің ішін аралап болғаннан кейін осылай қысқаша видео түсіріп алдым. Тамашалаңыздар. Достар, біз музейде жүрміз. Керемет мына жерде. Заттар мына жерде алтын залым салынған. Таза алтын. Біздің заманымыздан бұрынғы 3000 жыл болған алтындар ғой. Музейдің өзі бір керемет жерде тұрмын, қараңыздар. Табиғат аясында киіз үй қойып қойған. Мына жерде бір дыбыс шығып тұр. Ол өзеннің дыбысы.
судың тазалығына енді сөзім жоқ. Мынаны қараңыздаршы. Тып-тынық таудан ағып жатқан өзен. Бұл жерде де өстіп фотоға түсіп алдық. Ең қызық видеолар енді басталады. Дронмен түсірілген.